Баршаңызға ассалаумағалейкум. Тоқаевқа қаржы пирамидасымен күрес нәтижесі туралы баяндалды. Қазақстан президенті қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Елимановты қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаевқа агенттіктің көлеңкелі экономикаға, қаржылық пирамидаларға және елден капиталды жылыстатуға қарсы күрес саласындағы жұмыстардың нәтижесі туралы баяндалды. Мемлекет басшысына берілген деректерге сәйкес жыл басынан бері 727 экономикалық құқық бұзушылық анықталған және 67 миллиард теңгенің шығыны өтелген. Президентке адал бизнеске жасалатын қысымды жою жөніндегі тапсырмасының орындалу барысы туралы мәлімет берілді. Атап айтқанда, Жанат Елиманов құқық қорғау органдарына тән істерді жалпы қозғау тәжірибесі жойылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта тіркелетін қылмыстардың саны жыл сайын азайып келе жатқаны байқалады. Тергеу амалдарының мерзімі 3 есе, ақтау белгілері бойынша тоқтатылған істер саны 3-тен 1-ге қысқарған. Нәтижесінде мыңдаған азамат пен кәсіпкерлер қылмыстық қудалау аясынан шығарылды. Сондай-ақ соттарға жүгінетін адамдардың саны да айтарлықтай азайған. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев кәсіпкерлердің құқықтарын мүлтіксіз қорғау қажет екеніне мән беріп, агенттік басшысына бірқатар тапсырма берді. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.